Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде қонақта асханамызда папа. Папа бізге осындай демалыс күндерінде өте дәмді палау жасап береді. Сол палауды мен түсірейін деп шештім, яғни сіздермен бөлісу мақсатында. Олай болса, папаның алдына барлығын біз дайындап, турап дайындап бердік. Енді папа етті жуып, құрғатып жатыр. Ары қарай барлығын видео бойынша жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде барлығын инструкцияға сәйкес етіп жасасаңыздар, сіздердің де палауларыңыз папаныңкіндей дәмді шығады деген ойдамыз. Бұл бізде ешқандай дайындалған съемка болмағандықтан арасында осылай бала-шаға түрлі дауыстар шығуы мүмкін. Бұл біздің жексенбілік отбасылық күніміз. Ал біздің қазандағы 200 мл майымыз қызып қалды. Қызған майдың ішіне 1-2 тал пияз салып, осылай барынша қызартып күйдіріп аламыз. Содан соң қолымызды күйдірместен әдемлеп, абайлап, пиалайдың ішіне салып сүзіп алатын боламыз. Отымыздың астын басып, ақырын ғана қақпағын қазанның жауып, етімізді қуыра бастаймыз. Осы жерде абайлағандарыңыз абзал, себебі май өте қызып тұр және етті салғанда қатты май шашырап кету қаупі бар. Міндетті түрде қазанның қақпағын жауып жасағандарыңыз дұрыс болады. Келесі кезекте оттың астын ашып, барынша етімізді қызарғанша қуыратын боламыз. Жан-жағынан айналдырып, видеоға сәйкес көріп отқандарыңыздай, етіміз барлық жағынан қызарып қуырғаны дұрыс. Арасында қалып кеткен пияздарды теріп алсаңыздар болады, егер қалып кеткен болса да осылай. Мінекей етіміз өте жақсы қызған майда жақсылап жан-жағынан қуырылып жатыр. Етіміз жақсылап қызарып қуырылғаннан кейін үстінен пияз салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Бір золотистого, да? Ал сап-сары болғанша күйдіреді, да, пиязды? Өзбекше палау жасаймыз бүгін. По-казахски. Өзбекше палау по-казахски десең, қалай болады? Өздеп көрген қазақтар палау жасап жатыр десеңізші. Ташкент көрген, да? Ташкент көрген. Уже сағай қазір. Золотистый болса әдемі болады да, палауын қызылған. Так, золотистый болды. Келесі кезекте сәбізімізді саламыз және сәбізіміздің жартысын салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Ал қалған бөлігін содан соң саламыз. Сәбізіміз жақсылап қызарып қуырып болам дегенше біз күрішімізді есептеп, жуып, тазалай береміз. Яғни весойдың көмегімен біз өлшеп алдық. Бүгінгі палауда бізде 700 грамм күріш болады, яғни бұл күрішті біз жақсылап тазалап, жуып, бірнеше қайтара тазалап жуамыз да және жылы суға салып қоямыз. Ал қуырылып жатқан сәбізіміздің үстінен қалған сәбізді салып, жақсылап араластырамыз. Біздің етіміздің жартысы свежий ет, жартысы тұздалған, сүрленген ет болғандықтан міндетті түрде тұздарын реттейміз. Тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Дәмін өздеріңіздің татымдарыңызға қарай жасасаңыздар болады және міндетті түрде су құйылғаннан кейін тағы да бір рет өздеріңіз тексерулеріңіз қажет. Тағам дайындалып жатқан кезінде тұзын тексерсек, міндетті түрде сәл жоғарырақ болғаны дұрыс, қалыптыдан көбірек болғаны дұрыс. Себебі біздің күрішіміздің тұзы жоқ, күрішімізге сіңіп жақсы дәм берілетіні
анық. Сол себепті міндетті түрде өздеріңіздің дәмдеріңізге, татымдарыңызға қарап, қалыптыдан сәл артығырақ тұз салсаңыздар, тағамдарыңыз дәмді болады. Мінекей енді тұзы салынған, жақсылап қуырылған біздің тағамымыздың үстіне қайнап тұрған шайнектегі суымызды құйып, жақсылап етіміз піскенше бұқтырып қайнататын боламыз. Яғни ақырын ғана отта қақпағын жауып 1 сағаттай қайнатамыз. Видеода көріп отқандарыңыздай, судың мөлшері етіміз кішкене батқанша болады және қазандардың көлеміне, формасына қарай бұл әртүрлі болып көрінеді. Сол себепті міндетті түрде өздеріңіз қадағалағандарыңыз дұрыс болады. Чеснок салуға болады. Острый перец болса, тоже можно біреу салуға болады. Ну, острый перец жоқ, біз қызыл перец салсақ. 1 головка чеснок, яғни 1 бас, үлкен бас чеснокты саламыз. Хлопья тәрізді бұрышты қосып жатырмыз. Мінекей көріп отқандарыңыздай. Ал егер үлкен бұрыш болатын болса, аздап содан қоссаңыздар да міндетті түрде болады. Зрядан чуть салып тұрсаңыз. Содан соң өзбек асханасында көп кездесетін зира деп аталынатын дәмдеуіш бар. Оны сіздерде қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады, аздап қана. Мінекей барлық дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып, дәмін көріп, тұзын көріп болғаннан кейін ғана қақпағын жауып 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Және міндетті түрде отымыздың қызуы өте төмен болғаны дұрыс. Мейлі 1 сағат қайнасын. Давайте етек. Онда 2-ге қоямыз ба? Ақырын ғана осылай бұрқырап қайнағаны керек. Мінекей біздің тағамымыз ақырын ғана қайнап болды. Енді күріш салатын кезекке жеттік. Ақырындап оттың қызуын ашамыз және күрішімізді бір келкі етіп жайлап төсеп саламыз. Осы уақыттың барлығында күрішіміз бірнеше қайтара жуылып және жылы судың ішінде жібіп тұрды. Мінекей видеоға сәйкес етіп барлығын қарап жасағандарыңыз абзал. Судың мөлшері, күріштің мөлшері барлығына мән бергендеріңіз дұрыс болады. Жібіген күріш тезірек піседі, сол себепті суымыздың мөлшері аздау. Так, күріштің үстінен су қанша шығып тұру керек? Әркім әртүрлі айтады. Біз суға салып кетті күрішті көреміз. Так, қаттырақ қайнатамыз. 5-6. Тұзы жақсы болса равномерно қайнайды негізінде. Келесі кезекте қақпағын жауып, асты 7-де тұр, бізде среднийдан сәл жоғарырақ міндетті түрде демдеп қоятын боламыз. Суымыз тартылып азайғанша. Мінекей біздің суымыз тартылды. Ақырындап күрішімізді ақырын ғана бетінен жылжытып араластыратын боламыз. Бір келкі пісуі үшін. Видеоға сәйкес етіп барлығын жасай берсеңіздер болады. Ақырын ғана бір келкі араластырып болған соң қайтадан бұқтырып бетін жауып қоямыз және отымыздың асты әлі сол қалпында тұр. Міндетті түрде суымыз тартылғанын күтеміз және бір бетіндегі бір слойды ғана араластырып қайтып бұқтырып қойдық.
Мінекей көріп отқандарыңыздай күрішіміздің суы тартылды. Ортаға қарай жинап, үйіп, жақсылап демдеп қоятын боламыз. Отымызды әлі басқан жоқпыз. Барынша әдемлеп ортаға қарай үйеміз. Және араластыратын қасығымыздың артық жағымен үлкен-үлкен тесіктер жасап, барлығына түгелмен дерлік бу ауа кіретіндей етіп тесіп, бетін қақпағын тарелкамен жауып, демдеп қоямыз. Енді біз күрішімізді ашпай, барынша піскенше күтетін боламыз. Отымыздың астын максимально бастық 2-ге қойдық, және мінекей осылай жауып, сіздер мүмкін тарелкамен, мүмкін салафан пакетпен жауып, тығыздап, осылай булап демдеп қоятын боламыз. Мінекей осымен біз күрішімізді ұмыттық 20-30 минутқа. Күріштің пісу деңгейіне байланысты бұл уақыт. Ары қарай енді біз ачичук жасайтын боламыз. Яғни осы палауымызға міндетті түрде жасалынатын салаттың түрі. Помидор ачичу деген болады. Ашық пияз қосамыз қазір. Помидор, чисті помидор. Басқа ештеңе керек жоқ. Аты қалай? Ачичу бола ма? Ачичук. Енді барынша біркелкі етіп помидорымызды видеоға сәйкес етіп тураймыз. Бірнеше помидорды және үлкен ыдысқа салып барлығын араластыратын боламыз. Біз қосымша еще тәтті бұрыштарды, яғни светофор перецтерді қосатын боламыз. Пияз қосамыз, ащы бұрыш, тәтті бұрыш барлығын қосып, араластырып, тұзын салып, салатымызды дайындайтын боламыз. Олай болса, папамен бірге кеттік дайындауға. Қандай жейін папа, пияз? Пияз. Кинза жоқ. Пияз былай. Шқа керек па? Ал өзіңді алып па? Пиязды былай тұрасыңдар, вообще әдемі көрінеді. Мен ойлама, қалай біз тағы тұрайды десем, Көк пияз, зелендерімізді қосамыз және барлығын видеоға сәйкес етіп майдалап турап, салатымыздың үстіне оны да қосатын боламыз. Қызыл бұрыш, қара бұрышты қосамыз, жақсылап араластырамыз және тарелкаға салатын кезде ғана тұзымызды қосқанымыз дұрыс, әйтпесем су шығып кететін болады. Мінекей біздің салатымыз осымен дайын болды. Эпично. Так, енді жайлап араластыруға болады. Мынаның етін алуымыз керек енді. Ана тарелка салайсыз ба? Күшті отыр. Мощно. Олай болса, палауымыз дайын, етімізді біркелкі етіп турап, барлығын дайындап, палауымыздың бетін жауып қоямыз араластырғаннан кейін міндетті түрде. Содан соң осылай ыдысқа салуға дайындап қоямыз. Ал мынау біздің үйіміздегі дайындық кешкі асқа.
Ала берсін, шамал. Так, мына частоттарды еттер қойып қоясың, мына шеттеріне. Күтөлбейтіндер. Салым береді ғой. Бассейн трақтары Бүгінгі дайындаған асымыз дайын болды. Міне барлықтарыңызға ас дәмді болсын. Менімен бірге дайындағандарыңызға рахмет.